Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бар жоғы 2-ақ жұмыртқамен осындай кереметтей сочный болып келетін әрі үлпілдек, мақтадек үлпілдек кекстер дайындаймыз. Қараңыздаршы, мінекей осындай шай кеседе дайындайтын боламыз. Осындай мақтадек үлпілдек болып, кекстеріңіз сухой, яғни құрғақ болып қалмайтындай сочный болып шығады. Осы рецептпен бір дайындап көріңіздер. Ең бастысы үйдегі бар заттармен өте қарапайым рецепттердің бірі. Бір жасағаннан ұқсап шығады. Осы видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. 2 жұмыртқаға 200 грамм шекер саламыз. Енді осыны венчикпен жақсылап араластырып, шекерін ертіп алатын боламыз. Қаласаңыздар миксермен араластырып ертсеңіздер де болады. Осы аралықта шым-шым тұз қосып жіберіңіздер. Сосын 300 мг айран құямыз. Айранды жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алған соң, енді осыған 150 мл-дей сұйық май құямыз. Оны да жақсылап бір араластырып аламыз. Енді осыған 1 шай қасықты разығритель және де 1 шай қасық ас содасын қостым. Осыны жақсылап араластырамыз. Әрбір салған заттарды арасында осылай жақсылап араластыруға ерінбеңіздер. Бұл себебі сіздердің кекстеріңіз ұқсап бір кереметтей үлпілдек болып, шашылып кетпей әдем болып шығуына себепші болады. Сол үшін венчикпен жұмыс жасаған кезде ерінбей жақсылап араластырып отырыңыздар. Онды да бірден қосып жібермеңіздер. Мен осы рецептке бір 300 грамм ұн қолдандым. Онды 2-3 рет бөліп отырып қосып, осылай араластырып отырыңыздар. Сол кезде ішінде комок болып қалмайды. Бір тегісте әдем болып шығатын болады. Мінекей 2 ас қасық салдым тағы да. Қазір қоюлығын көреміз. Егер сұйықта болса, тағы да ұн қосып отырасыздар. Тағы да аздауы болған сияқты, сол үшін тағы да 2 ас қасықта ұн қосып жібердім. Тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен осындай сұйықтықта дайын болу керек. Қазір мен сіздерге анық қылып көрсетейін сұйықтығын. Мінекей, көрдіңіздер ма? Осындай сұйықтықта массамыз дайын болды. Енді осындай кеселерге, шай кесемізге сұйық майды осылай жағып шығамыз. Шетіне, астына, барлығына бір тегістетіп майлап шығыңыздар. Кекстеріңіз астына алмай, осындай кеседен оңай бөлініп шығу үшін сіздердің қалай майлағандарыңызға байланысты. Мінекей, осылай барлығын ерінбей майлап шықтық. Енді осыған массамызды құйып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Міне қоюлығын тағы да көрсетіп өтейін. Кесеге құйған кезде қатты толтырмайсыздар. Міне осылай құйып шығасыздар. Жартыдан шамалы астам салып, барлығына бірдей етіп құйып шығыңыздар. Себебі қазір пешке салған кезде кекс көтеріліп, ісін пісетін болады. Осылайша барлығына құйып алдым. Менде кесенің көлемі үлкендеу. Сол үшін менде 5 кесе болып шықты. Егер кішілеу кесе болатын болса, 7-8 кесе болып шығады. Мінекей, осылайша енді 170 градуста пісіріп алатын боламыз қызарғанға дейін. Мінекей,
30 минуттың ішінде пісіп шығады. 20-30 минуттың аралығында 170 градуста. Қараңыздар, ыстық болып тұр. Ыстық күйінде кеседен алудың қажеті жоқ. Шамалы суытып барып алыңыздар. Ал піскенін осылай таяқшамен тексіріп көріңіздер міндетті түрде. Аралары толық піскендігіне көз жеткізіп, мінекей, таяқшаларымыз құрғақ болып шықса, демек аралар барлығы бір тегісте пісті деген сөз. Қазір мен сіздерге біреуін алып көрсетейін. Мінекей, шамалы суытып барып алсаңыздар оңай алынатын болады. Міне, осылайша мақтадай үл-пүлдек болып, ең бастысы сухой болып қалмайды. Кейбір кекістер болады ғой, аралары сухой бір нан сияқты болып. Бұл деген сочный ауызда ерейтінде кекіс болып шығады. Бір дайындап көріңіздер. Мінекей аралар осындай бір тегісте пісіп шықты. Ас болсын.